Barşаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздерге өте ерекше қырыққабаттан жасалынатын салаттың рецептімен бөлісем. Яғни икра салаты. Ең алдымен бізге қажет заттар: сәбіз, қызанақ, сарымсақ, аскөк, тәтті болгар бұрышы, қырыққабат, пияз және де дәмдеуіштер, яғни бүтін майда бұрыш және де лавр жапырағы, тұз қажет. Ең алдымен барлығын ұзыншалап турап аламыз. Яғни болгар бұрышымызды, сәбізді қолмен турасақ та болады, теркадан өткізсек те болады. Ең алдымен қазір барлық заттарын турап аламын. Ең алдымен болгар бұрышын осылай ұзыншалап турап шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай турап шығамыз. Қырыққабатты да, қызанақты ортасынан екіге бөліп, тағы да екіге бөліп, яғни төртке бөліп тастай береміз. Қалған заттардың барлығын осылай ұзыншалап турап шығамыз. Енді қазанымызға осындай бір кесе сұйық май құйдым. Яғни бұл шамамен 200 мл-дей май. Алдымен осылай қазанға жақсылап қуырып аламыз. Себебі кастрөлдің түбінде күйіп кетеді, сондықтан алдын ала осылай қуырамыз. Қызып тұрған майымызға ең алдымен пиязымызды салып қуырып аламыз. Пиязымызды жақсы қуырып алдық. Енді капустамызды салам. Бұл салаттың дәмді болып шығуының құпиясы осы капустамызды жақсылап қуыруымыз қажет. Капустамыз бен пиязымызды мінекей жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне тураған сәбізімізді саламыз. Мен сәбізді осылай қолмен турадым. Теркадан өткізсеңдер де болады. Енді тағы да бір 10-15 минут жақсылап қуырып аламыз. Қазанымыздан осындай кастрөлге құйып алдым қуырған заттарымызды. Себебі қазанымыз кішкентайлық болды және де қазір помидор салған кезде сыймай қалады. Енді үстіне болгар бұрышымызды саламыз. Жақсылап тағы да 15 минуттай араластырып қуырып аламыз. Мінекей 15-20 минуттай жақсылап қуырып алдық болгар бұрышымызды. Енді келесі кезекте үстіне тураған қызанақтарымызды саламыз. Қызанақтарды осылай турадым. Кез келген формада турауға болады. Осы рецепттегі құрамдағы заттардың барлық мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Мен 5-6 кг помидор қолдандым. Енді 40 минуттай помидордың суы шыққанша қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін үстіне дәмдеуіштерімізді, яғни укроп, лавр жапырағын, тұз, қара бұрышты саламыз. Осылай суы шыға бастаған кезде үстіне сарымсағын салып жібереміз. Суы жақсылап шығып, помидорымыздың 40 минуттай қайнатып, салатымыз дайын болады сол кезде. Мінекей қайнап жатыр. Енді укропымызды, лавролистімізді, қара бұрышымызды үстіне саламыз. Және де 3 ас қасық тұз, 3 ас қасық қант саламыз үстіне. Уксус құюға болады, мен уксус құймаймын. Өз қалауларыңыз бойынша құюға болады. Мен банканың крышкасына құямын уксусты. Салатымыз қайнап жатыр. Ең соңында осылай 2 ащы бұрышымызды саламыз, яғни қалампырымызды. Салатымыз дайын бойындап қалды. Яғни банкімізге құяр алдын, бір 20-30 минут алдын осындай укропымызды, яғни аскөгімізді саламыз. Сонда свежий әдем болады салатымызда укроп. Енді бір 10 минут қайнатамыз да бетін жауып қойып қоямыз. Енді қалған банкілерімізді дайындаймыз. Паритетіп салатымыз дайын болды. Енді банкілерімізге құйып, банкін паритет қойдым.
құйып банкілерімізге жабамыз. Өте керемет шыққан салатымыз. Мінекей қыздар, салатымыз дайын болып шықты. Өте керемет дәмді помидор мен капустадан жасалған салат. Кез келген келіншектердің қолынан келетін. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет шығады. Сіздермен болған Қаламқас. Менің каналымда өте керемет рецепттер бар. Оны көру үшін жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Күнделікті жаңа рецепттер шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.